Доллар бағамы айырбастау пункттерінде биржада 543 теңгеге дейін өсті. Кей жерлерде 548 теңгеге дейін өскен екен. Осы доллар бағамының күрт өсуінің себебі неде деп ойлайсыз? Бізде 2015 жылдан бастап доллар бағамы, яғни теңгенің доллардағы бағамы еркін айналымға шыққан. Бұл деген не деген сөз? Яғни сұраныс пен ұсыныстың байланысты өзгеріп отырады. Оны енді кейбір шектен шыққан кезінде ғана ұлттық банк реттеп отыруы мүмкін өзінің алтын валюта резервімен. Ол жерде бір 35-36 миллиард доллар ақшамыз бар. Бірақ соңғы 4-5 жылда біз теңгенің бағамын доллардағы бір тұрақты болуына ұлттық қордан өте үлкен қаржы, яғни жылына 10-12 миллиард долларлық қаржыны биржада сатып ұстап тұрдық десек болады. Соңғы 2-3 жылда жаңағы ұлттық қордан сатылатын ақша өте көбейіп кетті. Теңгеде айтатын болсақ бір 5-6 триллионға шығып кетті, долларда 10-12 миллиард доллар болып кетті. Кезінде ұлттық қорда 76 миллиард доллар ақшамыз болған еді. Бүгінгі күнде бір 58-60 миллиардқа дейін төмен түсіп кетті. Яғни біз ұлттық қордың ақшасын қазір соңғы 3-4 жылда істетіп жатырмыз. Біздегі билік өңшең істетпейміз дейді, бірақ соны істетіп теңгенің бағамын, бір жоғары бағамын, бір жасанды түрде ұстап тұрғандай болдық. Ал енді негізгі өзінің бұлай еркін айналымдағысын міне біз қазір күнде көріп отырмыз. Енді не үшін мәселен бірінші жарты жылдықта 500, 510, кейбір кездерде 498-ге дейін түсті да, соңғы бір 2-3 аптада жаңағы 540-қа дейін көтеріліп кетті. Бұған 4-5 себеп бар. Бірінші себебі, мынау жаз кезінде Қазақстан халқы шетелге көбірек туристік сапармен шығады, іс сапармен шығады. Соларға долларға сұраныс көбейді. Долларға сұраныс көбейгеннен кейін доллардың бағамы теңгеде өсіп кете береді. Екінші, жыл басынан бері өте үлкен бір инфраструктуралық жобалар дейміз ғой. Фабрика, завод салу, басқа да бір құрылыстарға қондырғыларды алып келу әдетте жазда болады. Сондықтан жаңағы туризм бойынша жеке тұлғаларда сұраныс көбейген болса, ал енді инвестициялық жобаларды жүзеге асыру бойынша шетелден қондырғыларды алу мәселесінде заңды тұлғалардың, жаңағы фабрика, заводтардың, компаниялардың долларға деген сұранысы көбейді. Енді еркін болғаннан кейін бұл нәрсеге біз жаңағы ұлттық банк оншалықты әсер етпеді. Қай жерге барып тоқтайды дегенде мен бағана айттым ғой, егерде шектен тыс шығып кетсе, мәселен жаңа 550-600 деп біреулер айтады, сондайларға баратын болса, онда ұлттық банк өзінің алтын валюта резервімен тұрылар еді. Ал қазір еркін болған үшін бұл мына премьер-министріміз Бектеновтің жаңа конференцияда бір кездесуде айтқанындай, бір 540-тың айналасы бұл бізге тиімді деді. Неге? Бұл енді үшінші себебіміз, соңғы жылдары біздің бюджетке түсетін табыстарымыз жоспарланған салықтар түспей қойды. Мәселен, 2024 жылы біздің салықтық түсімдеріміз бюджеттің шығыны 21 триллион болса, бір 16-17 триллион салықтық түсім түсу керек еді. Бірақ 2024 жылы бар болған 13,5 триллион ғана салық түсті де, 3,5 триллиондық салықты біздің енді оның себептері көп, төленбегендер төлемей қойды. Неге? Себебі сол кезде жаңағы мұнайдың бағасы сәл төмен түсті, жаңағы шетелге экспорт жасайтын компаниялардың табысы азайды. Соны енді биыл бірінші жарты жылдықта да сол нәрсе жалғасып кете берді. Яғни мұнайдың бағасы төмен түсті, ал жаңағы салықтық түсімдер өткен жылға қарағанда енді сәл жоғары көтерілді ғой, бірақ 25 триллиондық шығынды жабатын, енді еш болмаса жаңағы бір 17-18 триллиондық салық түспей қойды. Ал сол кезде біз не істейміз? Өзіміздің ұлттық валютамыз сомның
бағамын долларға байланысты былай өсіреміз дейміз де, енді бірақ төмендетеді. бір доллар мәселен 510 емес 540 болса, бұл теңгенің төмендегені болады. Доллардың өскені, ал теңгенің бағамы төмендеу болады. Бірақ көз алдарыңызға келтіріңіздер, бір компания 1 миллион долларлық бидайды, ұнды экспорт жасаса, ол осы жылдың алдыңғы бірінші жарты жылдықта бір 500 миллион табыс тапқан болса, енді 540 миллион табыс табады. Сонда 40 миллиондық табыс, ол сол жаңағы ұн бидай экспорт жасайтын компанияның пайдасына шығады. Ол пайдадан ол жаңа жалақыларды көтеруі мүмкін, инвестициялық жобаларды жүзеге асыруы мүмкін, жаңа қондырғылар алуы мүмкін. Сондықтан және салықты көбірек төлейді бюджетке, пайда көп болғаннан кейін. Сол енді жаңағы Бектеновтің айтқаны, яғни бюджетке табысты түсірудің бір жолы өз ұлттық валютаның бағамын төмендету, яғни долларды өсіру. Бұны Қытай тәжірибесі өте көп қолданады. Сондықтан бізде жаңағы ұлттық банк пен үкімет екеуі екі түрлі жұмыс істейді. Ұлттық банк монетарлық саясат, ақша несие саясаты, үкіметіміз бұл фискалдық саясат дейді. Яғни несие қаржы саясаты, несие бюджеттік саясат, салық саясаты дейіледі. Бұл екеуі бір-біріне жақын болғанымен, бәрібір қаржылық жүйе болғанымен, бірақ екеуі екі бөлек жүреді. Себебі мынау монетарлық саясат ол еркін болу керек, ал енді жаңағы фискалдық саясат, яғни бюджет салық саясаты, бұл үкіметтің жаңағы бюджеттік жоспарлармен жүру керек. Ал бюджетте жоспарланған табыс түсу үшін бізде ұлттық валютамыздың сәл төмендегені, яғни 1 доллардың жаңағы 535-545-ке дейін өскені дұрыс болар еді. Осы енді негізгі себептер, енді және бір себептер бар, ол мынау Трамптың биыл өткен жылы қарашада өкімет басына келді ғой, содан бері істеп жатқан бір мынау кедендік төлемдер деп әртүрлі бір саясат жүргізіп жатқаны. Яғни бір анық белгілі саясаттың ақыры көрінбей жатырды. Ал сол кезде не істейді? Дүние жүзіндегі жаңағы алыс беріс, экспорт, импорттар азаяды. Себебі адамдарда сенім жоқ. Олар көп ақшаны жаңағы бір тауарлар, мұнай, ондай сатып алудың орнына алтын, жаңағы криптовалюта сатуға әрекет жасайды. Не дейді? Сенімді бір активтерге жұмсауға жасайды. Сондықтан біздің мынау 2025 жылғы бірінші жарты жылдықтағы экспортымыздың көлемі 5 миллиардқа дейін азайып кетті өткен жылмен салыстырғанда. Яғни бұл дегеніміз жаңағы 5 миллиардтан бір 2,5 триллиондық табыс аз болды бізге. Яғни осы 3-4 себептер осы соңғы 3-4 аптада жаңағы доллардың бағамының өсуіне себеп болды деп айтсақ болады.